балалар, бүгін сабақты бастамас бұрын мына сөздерге назар аударайық. Ғалым, этнограф, саяхатшы, тарихшы деген сөздер берілген. Миға шабуыл жасап, қандай бұл сөздер оқыған кезде кім еске келеді? Тарихшы, әрі саяхатшы, этнограф, ғалым әрі Шоқан Уәлихан. Шоқан Уәлихан. Шоқан Уәлихан туралы не білеміз бұрыннан? Зерттеуші ғалым. Зерттеуші ғалым болған. Қандай еңбектер білеміз? Қай жердегі саяхат? Ыстықкөл күнделігі, дұрыс айтасыңдар, өте жақсы. Енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, яғни Шоқан әдебиеттанушы, ғалым, зерттеуші. Мен сендерге Шоқан Уәлихан туралы кішкене мәлімет беріп кетейін, өмір жолынан тақтаға қарап тыңдай көріңдер. Шоқан Мұхаммед Ханафия Шыңғысұлы Уәлихан 1835 жылы қазіргі Қостанай облысы Құсмұрын деген жерде дүниеге келген. 1847 жылы күзде әкесі оны Шоқанды Омбыдағы алып келіп, кадет корпусына оқуға орналасты. 14-15 жасар Шоқанға мұғалімдері болашақ ғалым, зерттеуші ретінде қараған. Оған басшылары тарапынан сирек кездесетін көне кітаптарды алып оқуға рұқсат беріледі. Қазақ университетінің профессоры Березиннің тапсырмасы бойынша Шоқан Тоқтамыстың хан жарлықтарына және Қадырғали Жалайыридің Жамиғат ат-Тауарих атты шығармасына талдау жасаған екен. Шоқан сонымен қатар қырғыз елін зерттеп, қырғыздар мен ұлы жүз қазақтарының тарихы, этнографиясы туралы мәліметтер жинайды. Ауыз әдебиеті нұсқаларын жазып алады. Қырғыздың Манас жырын бірінші рет баспаға ұсынып, орыс ғалымдарына таныстырған да Шоқан Уәлиханов екен. Енді Шоқанның зерттеушілігін өттік. Енді сендерге Шоқан қандай жерлерге саяхат жасаған туралы мәлімет берейін. Шоқан кадет корпусын бітірген соң бір жылдан кейін Батыс Сібірдің генерал-губернаторы Гасфордтың адъютанты қызметіне бекітіледі. Жастығына қарамастан Шоқан қазақ халқының тұрмысын, әдет-ғұрып ерекшеліктерімен қатар бірнеше шығыс тілдерін меңгерді. Осы себептерге байланысты оған ерекше тапсырмаларды орындайтын офицер міндеті жүктеледі. Ол осы қызметтік міндетін ғылыммен үйлестіре білді. География, тарих, ежелгі діни сенімдер туралы мәліметтер жинады. 1855 жылы Шоқан орталық Қазақстанды, Жетісу мен Тарбағатайды аралаған екен 1855 жылы. 1856 жылы қырғыз елін зерттеу экспедициясына қатысады. Ол тек қана өзіміздің елді ғана емес, елімізден сырт аймақтарды да, елдерді де, шетелдерді де зерттеуге қатысқан екен экспедиция. 1858 жылы, 1859 жылдары өзінің әйгілі Қашқарияға саяхатын жасайды. Шоқан саяхаттарының ғылыми нәтижелері, Ыстықкөл сапарының күнделігі, Қытай империясының батыс провинциясы мен Құлжа қаласы, қырғыздар туралы жазбалар аттары еңбектерінде баяндалған екен. Қай жерлерге саяхат жасаған екен? Сонымен Қашқарияға, қырғыз еліне саяхат жасап, ол жердің несін зерттеген? Әдет-ғұрпын, тарихын, салт дәстүрін қағазға түсіріп, картаға түсіріп отырған екен. Енді ары қарай келесі. Шоқан әдебиетші ғалым. Ғалым ретінде қалай таниды екенбіз? Шоқан орыс ақын жазушылардың еңбектерімен қатар Еуропа әдебиетінен Руссо, Шекспир, Гёте шығармаларын сүйіп оқыған. Сөйтіп, батыс шығыс орыс әдебиетін зерттеуге де ерте кіріскен. Қазақ ауыз әдебиетінің теориялық мәселелері сөз болатын, қазақтың халық дастандарының үлгілері туралы, орта жүз қазақтарының аңыз әңгімелері, 18 ғасырдың батырлары туралы тарихи аңыздар, еңбектерінен оның терең білімдарлығы көрінеді. Шоқан Уәлихан қазақтың батырлары жыры, үнді герман эпостарына ұқсайтындығын айтқан. Қазақтың тарихы мен этнографиясына, қазақ даласының әлеуметтік саяси қатынастарына арналған еңбектерінің мәні де зор. Ол ертегілерді қай елдің эпосына ұқсатқан? Үнді герман эпостарына ұқсайтындығын айтқан екен. Және Шоқан
суретші болған екен, суретті керемет салған екен. Оның көптеген суреттері қазіргі күнге дейін сақталған. Шоқан Уәлихановтан қалған мұраның бір бөлігін бейнелеу өнері саласындағы еңбектері құрайды. Ол негізінен портрет, пейзаж және халықтың тұрмыс салтын бейнелеу жанрымен айналысқан. Шоқаннан 150-ге тарта сурет қалған екен. Енді бүгінгі сабағымыздан түйген, алған білімімізді мен қазір сендерге постер таратамын. Бірінші топ Аружанның тобы Шоқанның өмір жолы туралы постер жазып, мына жерге қорғаймыз. Уақыт беремін сендерге. Екінші топ Айзеренің тобы Шоқанның жасаған саяхаттары туралы жазаймыз. Ал сәттілік. Не ойдың қоштыш? Қолысан жұмар жүз. Қайсымыздаймыз, қай топтай келіп қорғай постерімді. Кел ау, Аружан. Ашқарыштайын. Бізге берілген тапсырма Шоқан Уәлихановтың өмірбаяны туралы постер құру. Шоқан Уәлиханов шын есімі Мұхаммед Ханафия Шыңғысұлы Уәлиханов. 1835 жылы Қостанай облысы Сарыкөл ауданы Құсмұрын жерінде туылған. 10 сәуір күні 1865 жылы Көкшетауған Жетісу жерінде қайтыс болды. Қазақтың ұлы ғалымы 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда туған демократиялық ағартушылық мәдениетінің тұңғыш өкілдерінің бірі, шығыстанушы, саяхатшы, тарихшы, этнограф. Әжесі бала кезінде Шоқаным деп еркелетіп айтқан. Айзумен Шоқан аталып кеткен. Шоқан тарихи аңыз әңгімелеріне ерте бастан қызыққан. Ол жас сайын данагөй билердің әңгімелерін, ақындардың өлең жырларын зор ықыласпен тыңдап өсті. Шоқанның ата-бабалары атақты сұлтандар әулетіне жатады. Оның арғы бабасы Абылай хан 17 ғасырдағы айбынды қазақ билеушілерінің бірі болған. Ал атасы Уәли хан патша үкіметі ресми түрде бекіткен қазақтың соңғы ханы болған. Тамаша, отырамын. Екінші топ. Қандай тапсырма берді? Шоқанның саяхаты. Шоқан кадет корпусын бітірген соң бір жылдан кейін Батыс Сібірдің генерал-губернаторлығы айбатында қызметін өткереді. Ол өзінің қызметін ғылыммен түйістіре береді. Тарих, география, діни сенімдер туралы мәліметтер жинайды. Ыстықкөл жағасын, Күнгей Алатау, Сарыжар, Алматы, Қапал тауларын кезіп, осы маңда қоныстаған халықтарының әдет-ғұрпын, тұрмыс салтын, әдеби мұраларын зерттеп, бай мағлұмат жинайды. 1856 жылы Қырғыз елін зерттеу экспедициясына қатысады. Осы Шоқанның саяхаттарының нәтижесінде Ыстықкөл сапарының күнделігі, Құлжа қаласы туралы мәліметтер туралы еңбектер жарыққа шығады. 1855 жылы Шоқан орталық Қазақстан Тарбағатай Жетісуды саяхаттаған. 1858-59 жылдары өзінің әйгілі Қашқарияға саяхат жасайды. Саяхат туралы. Не білдік саяхаты туралы, оқушылар? Қай жерге саяхаттаған екен? Қырғыз еліне Қашқарияға, Қырғыз еліне және Жетісу Тарбағатай жеріне саяхат жасаған. Тамаша.